Мен Крюгер Светлана Владимировна, ұлтым неміс. Елбасы сыр елін Алаштың анасынан балаған қасиетті Қызылорда облысының қызымын. Қазақ жастарының тұңғыш көшбасшысы атақты Ғани Мұратбаевтың дүниеге келген Киелі Қазалы ауданының тумасымын. Қалың қазақтың ортасында өстім. Сыр елінің ыстық күнінің нұрына шомылып, майлы топырағын кешіп, арығының суына қазақтың қара домалақ балаларымен ойнап жүріп, қалай мен қазақ тілін білмеймін. Қазақ тілін өзім үйрендім. Қазақ тілін менің бойыма қазақтың ортасы сіңірді. Қазақ тілін білуді отбасымдағы тәрбиемен де байланыстырамын. Атам қазақ тілінде өте жақсы сөйлейтін, қазақтың салт дәстүрлерін құрмет тұтатын, қазақ жолдастары да көп еді. Атам мені қазақ балабақшасына берді. Тәрбиеші апайлар мені қазақтың сары қызы деп атайтын. Қазақ тілінде еркін сөйлеймін де, сауатты жазамын да, тіпті ойлаймын да. Мектеп бітірген соң Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің журналистика мамандығы бойынша білім алуға бел будым. Отанымның мемлекеттік тілін толық меңгергенім мен үшін үлкен бақ. Осы күнге дейін қол жеткізген жетістіктерімнің барлығын мемлекеттік тілді білуімнің оң нәтижесі деп есептеймін. Менің өмірлік серігім де қазақтың жігіті. Өйткені мен жаныммен де, жүрегіммен де қазаққа айналғанмын. Бүгінгі күні Жанерке мен Жансая есімді екі қаракөз қыздарым қазақ мектебінде білім алуда. Ұлы Абай атамыз, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан дегендей, мен мақтанышпен бұл өмірде өз орнымды таптым деп ауыз толтырып айта аламын.